Ассалаумағалейкум қазақтар. Бұл бағдарлама 2017 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Осы уақыт аралығында оңтүстіктен солтүстікке қарай 59.600 адам көшіп келген. 13.000 қайтып оралған оңтүстікқа. 59.600 минус 3.000 қазақ солтүстікқа. Бұл өте аз. Кем дегенде 500.000 адамды қоныстандыру қажет бізге. Кейбір адамдар мемлекеттен ақша алып, оңтүстікке қайтып келеді, оралады. Одай адамдардан сұрағым келеді менде. Сендер кімге алдап жатырсыңдар, жігіттер, қазақтар? Сендер өз мемлекетіңізді алдап жатырсыздар. Мынандай Қазақстанның олар солтүстігіне көшіп кеткісі келмеуінің тағы бір себебі бар. Олардың солтүстікте туыстары жоқ деп айтады. Және тойға ешкімге, туыстарға баратын жоқ ешкімге баратын. Олар айтады, оңтүстікте біз хотя бы аптасына бір рет тойға барып тұрамыз. Сол айтады. Не айтамын? Не жауап беремін? Дұрыс, біз қазақтар үшін біз мына тойлар өте маңызды. Шымкент облысында мысалы 40-50 сотка, бір сотка жер телімі бұрыннан сатып алған көп кісілер. Мен бір кісі 10 баласы бар, бір еркек кісі білемін, танимын. Сол жерде оңтүстікте бір алаңда бірнеше үй салынып жатыр. Ата-аналардың үйі қасында осы учаскеде балаларының және олардың отбасымен бірге тағы да 2-3 үй салады. Көбіне оңтүстікте үйлер әдебе кірпіштен тұрғызылып жатыр. Үйлер жаман, нашар олардың. Қысқа тұрғызылған болып шықпайды. Сонда бұл учаскеде балалардың бәріне әлі де үй салуға жер жетпей қалады. Ал егер 10 баласы бар бұл қазақ отбасы солтүстікке қарай көшіп кетсе, онда солтүстікте бос жерлер көп. Барлық балаларға арналған үйлер салуға болады. Мемлекет те көмектесетін болады. Егер бұл отбасы Қазақстан солтүстігіне көшіп кетсе, барса, онда қыздар тұрмысқа шығып, ұлдар үйленеді. Бұл отбасы 50, 60, 70 адамға дейін ұлғаяды. Біреу тұрмысқа шығады, біреуді балалары дүние келеді. Сөйтіп, әр апта сайын той болады. Тағы айына бір рет оңтүстікке тойға баруға болады. Қазір тіпті Америка тұратын қазақтар да Қазақстанға тойға келеді. Өйткені олар қатты сағынады. Ал сіз неге Петропавлдан Шымкентке пойызбен, самолетпен келе алмайсыз ба? Қазір әрбір адам тойға самолетпен ұшады. Қысқаша айтқанда, тойлар жеткілікті болады. Бәлкім Қазақстанның оңтүстігі мен батысынан солтүстікке қарай жылжып бара жатқандарға суық болып, аяз болып, басқа да проблемалар туындауы мүмкін. Бірақ біздің үкімет қазақтарды оңтүстік пен батыстан Қазақстан солтүстігіне неге көшіріп жатқанын біз бәрі түсінеміз, білеміз. Қазақстанның солтүстігі біздің қасиетті жеріміз. Және біз оны ешкімге бермеуге тиіспіз, қазақтар. Қазақстанның солтүстігінде біздің ұлы Кенесары хан соғысқан. Сондықтан қазақтар өз отанының патриоты болса, онда Қазақстанның солтүстігіне
көшу керек. Назарыңызға рахмет. Сау болыңыз.